Құрметті сот, қадірлі қазақ елі, кез келген азамат үшін мемлекет мүддесі бәрінен биік болуға тиіс. Халқымызда сөз бар, жаңылмайтын жақ, сүрінбейтін тұяқ болмайды деген. Мен жасаған қателіктерімді мойындаймын. Маған қатысты қылмыстық іс бойынша мен органдарға көмектесіп, бүкіл заңсыз қаржыны қайтарып жатырмын. Елден заңсыз шығарылған активтерді қайтару, елдің ырысын өзіне қайтару деп білемін. Бұл мемлекет басшысы қабылдаған маңызды шешімдердің бірі. Мұндайды көрген соң ендігі жерде ешкім елдің ырысын сыртқа шығармайды. Мемлекетімізде соңғы жылдары болып жатқан оң өзгерістерді көріп біліп отырмын. Осындайда бәріміз бір жағынан бас, бір жерден қол шығарып, бірге жұмыс істеуіміз керек. Мен президентіміздің жүргізіп жатқан саясатын толықтай қолдаймын. Заңсыз капиталдың бәрі тиынына дейін елге қайтарылып, заң мен тәртіп болуға тиіс. Халықтан кезінде тісін батқан, ақысына кірген адамдардан және мемлекет басшысынан кешірім сұраймын. Здесь времени много, размышлять тоже, поэтому вину свою признал, полностью раскаиваюсь в вине. Следствием полностью, сотрудничество было. Полностью вот эти незаконные активы вернуть надо было. Это все возвращается и вернулось. Политику президента полностью поддерживаю в этом плане по возврату активов. Думаю, мой пример будет хорошим примером и для других, чтобы какие-то выводы сделать. Где было неправильное действие, где кого обидел, прошу у всех прощения.